Қарағанды облысы 2006 жылдың қазан айы. Балқаш қаласындағы үйлердің бірінің кіреберісінде 26 жастағы жас жігіттің мәйіті табылды. Ол аяусыз соққыға жығылып, басы мен денесінен алған көптеген ауыр жарақаттардан көз жұмған. Қайтыс болған адам Дәулет, зейнеттегі Қазы Лейланың жалғыз ұлы еді. Тергеушілер барлық нұсқаларды қарастырды. Тұрмыстық жанжал, тонау немесе жеке араздық. Жауап алынғандардың арасында 46 жастағы темірші Нұрлан да болды. Ол жақында ғана түзеу колониясынан босап шыққан еді. Ол өзі жасамаған кісі өлтіру қылмысы үшін 12 жылын темір тордың артында өткізген болатын. Сол кезде оған үкім кескен Қазы осы Лейла еді. Оның Қазының ұлының өліміне қатысы бар екенін дәлелдей алмады. Бұл өмірдегі ең қымбаттыларынан, адал жарынан, бауыр еті қыздарынан, 12 жылдық ғұмырынан және әділдікке деген сенімінен айырылып, тағдыры талқандалған жанның кегі еді. Енді бәрін рет-ретімен баяндайық. Нұрлан ата-анасын ешқашан көрмеген. Оны 1960 жылдың қыркүйек айында Балқаштағы перзентхананың табалдырығынан тауып алған. Сұр жаялыққа оралған нәрестенің қасында не хат, не есім, не ешқандай белгі болмаған. Ол жетімханада өсіп, 18 жасында қолына аттестат пен кәсіптік училищеден алған темірші мамандығын алып шықты. Оның өмірінде жақыным деп айталатын бірде-бір адамы болмаған. Жетімханада өскендердің тағдыры көбіне тез сынып жатады. Арақ, көше қаңғыбастығы, түрме. 25 жасқа жетпей өмірі тас-талқан болады. Бірақ Нұрлан сынбады. Ол Балқаштағы машина жасау зауытына темірші болып жұмысқа тұрып, онда 16 жыл бойы тап жылмай еңбек етті. Бірде-бір рет жұмыстан қалмаған, ешқандай сөгіс алмаған, ешкім оның үстінен арыз жазбаған. Ішпеді, зина жасамады. Тапқан адал напақасын үйіне әкеліп, мұны ерлік емес, қалыпты жағдай деп санады. Өйткені оның ұғымында иманды азамат осылай өмір сүруі тиіс еді. Ол өмір бойы қарапайым адам болуды армандады. Батыр болуды немесе бай болуды көздемеді. Тек жұмысы мен берекелі отбасы бар нағыз ер болғысы келді. Шаңырағын бос жерге үй тұрғызғандай, ешқандай тәжірибесіз, тек өз қайсарлығы мен нөлден бастап құрды. 25 жасында дүкенде сатушы болып істейтін Мәриям есімді биязы жуас қызға үйленді. Мәриям қатал еркектердің өзі жанында даусын бәсеңдетіп, табалдырықтан аттамай тұрып аяқ киімін тазалайтын сондай бір нәзік жан еді. Олардың Айша және Райхан есімді 5 және 3 жастағы екі қызы дүниеге келді. Бірінші қабаттағы бір бөлмелі пәтерде бай тұрмаса да тап-таза өмір сүрді. Жетімхананың суық қабырғаларында өсіп, ешқашан жеке заты болмаған Нұрлан бұл пәтеріне, жары мен қыздарына Алланың берген үлкен сыйы ретінде қарады. Қалыпты отбасының қандай болатынын көрмеген жан үшін өз шаңырағы өмірдің бір бөлігі емес, бүкіл өмірінің мәні еді. 1994 жылдың қараша айында Райымбек пен Оспан есімді екі қарақшы Фархат есімді кәсіпкерді көшеде пышақтап кетті. Берешек пен ақша сол жылдардағы үйреншікті қатыгездік еді. Қылмыс кешкі уақытта куәгерлерсіз жасалған. Тәртіп сақшылары олардың ізіне тез түсті. Себебі де белгілі, байланыстары да айқын еді. Фархаттың Райымбекке қарыз екенін бүкіл қала білетін. Бірақ Райымбек пен Оспан тиісті жерлерге ауыз бастырық берді. Алдымен тергеушіге, сосын одан да жоғары жаққа қомақты қаржы ұстатты. Енді бұл қылмысты аудара салатын бір адам керек болды. Көзі ісіп, үйірінің қарызын өтей алмай жүрген 40 жастағы тергеуші Сәдуақас Нұрланды таңдады. Ол қылмыс болған жердің көрші үйінде тұратын. Сол кеште жұмыстан қайтып келе жатып, оқиға болған тұстан өткен болатын. Жетім, танысы жоқ, қорғаушы жалдауға ақшасы жоқ, араша түсетін ешкімі жоқ. Нағыз керек адам. Нұрланды куәгер ретінде тергеуге шақырды.
Ол белгіленген уақытта келіп, кабинеттегі орындыққа отырды. 10 минуттан кейін өзінің куәгер емес, айыпталушы екенін түсінді. Сәдуақас оған үстінде өз саусақ іздері бар пышақты көрсетті. Бұл Нұрланның гаражындағы құрал сайман жәшігінен табылған пышақ еді. Нұрлан жұмыста жүргенде гаражын тінтіп, ол туралы ештеңе білмеген деді. Ал хаттамаға ол өмірінде көрмеген адамдар куәгер ретінде қол қойған. Кенеттен тағы бір куәгер пайда болды. Хамид есімді біреу. Сол түні Нұрланды қылмыс болған жерден шығып бара жатқанын көрдім деп таныды. Нұрлан Хамидті ешқашан көрмеген. Алайда Хамид оның сырт киімін, бойын, жүрісін мүдірмей сипаттап берді. Нұрлан шындықты айтты. Ешкімді өлтірмегенін, Фархатты танымайтынын, жұмыстан келе жатқанын жеткізді. Шындық сондай қарапайым болғанымен, оның ешкімге керек болмағанына Нұрлан сене алмады. Мемлекет тарапынан берілген, қолында 1-ден 6 ісі бар, шаршаған әйел қорғаушы іс материалдарын қарап шығып, сот алдында оның көзіне қарамай. Нұрлан, қолымнан келгенін істеймін, бірақ бәрін түсінуің керек, деді. Ол сөзін аяқтамаса да, Нұрлан бәрін ұқты. Қазы Ләйла 20 жылдық тәжірибесі бар қатал адам еді. Ол үкімді қағаздан басын көтермей, салқын дауыспен оқып берді. Қасақана кісі өлтіргені үшін 12 жылға бас бостандығынан айыру. Нұрлан темір тордың ішінде тұрып, үкімді тыңдады. Сол сәтте ол өзінде, түрмені де емес, залда отырған Мәриям мен қыздарын ойлады. Мәриям үнсіз егіліп жылап отырды. 5 жасар Айша әкесінің неге тордың артында тұрғанын түсінбей телміріп қарап қалды. Ал Райхан небәрі 3 жаста еді. Ол анасының құшағында ұйықтап жатты. Тіпті күзетшілер Нұрланды алып кеткенде де оянбады. 12 жыл. Қарағанды түбіндегі қатал тәртіптегі түзеу колониясы. Өзі жасамаған қылмыс үшін 12 жыл өмірін темір торда өткізудің азабын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Нұрлан сол тозақты бастан өткерді. Түрмедегілер оның кісі өлтіруші екеніне сенімді болды. Бірақ Нұрлан не ұры, не бұзақы, не қылмыс әлемінің серкесі емес еді. Ол қарапайым еңбек адамы, тұйық әрі жуас болатын. Ал темір тордың артында ондайларды сыйламайды, қорықпайды. Демек, аяусыз ұрады. Үндемегені үшін, ешкімге басымеген үшін, көз қарасы өзгеше болғаны үшін соққыға жығатын. Оны барақта да, асханада да, жұмыс орнында да басқа тұтқындар ұратын. Бақылаушыларда кезекшілік бөлмесінде, тінту кезінде, немесе жай ғана өз орнын білсін деп соққының астына алатын. Нұрлан бәріне төзді, үндемеді. Жұмыс аймағында тапжылмай еңбек етті. Бірақ жылдар өткен сайын, оның ішіндегі адамдық қасиеті азая берді. Тән жарасы жазылғанмен, жан жарасы тереңдей түсті. Алғашқы жылы Мәриям 2 ай сайын кездесуге келіп тұрды. Сәлем сауқат, шай, жылы шылықтар әкелетін. Қыздары туралы айтып жылайтын, күтемін деп уәде беретін. Нұрлан үстел үстінен оның қолын ұстап, бәрі жақсы болады Мәриям, аздап шыда дейтін. 2 жылы кездесулер сиреді. 3 жылы хат келді. Асығыс. Қисайтып жазылған бір бет қағаз. Оны амалсыз жазғаны көрініп тұреді. Нұрлан, мені кешір. Бұдан ары шыдай алмаймын. Мен басқа біреумен кетіп барамын. Қыздарды өзіммен бірге аламын. Бізді іздеме, кешір. Не мекен жай, не жаңа еркегінің есімі, не бара жатқан қаласы жазылмаған. Ол Айша мен Райханды алып кетті. Содан кейін Нұрлан олардың қайда екенін, қалай өмір сүріп жатқанын, тірі екенін, өзін есіне алатынын білмеді. Ол кезде Айша 8-де, Райхан 6-да еді. Бұл жаста балалар әкесін таниды, бірақ 1 жылдан кейін ұмыта бастайды. Ал 3 жылдан соң суреттен де танымай қалады.
Содан бері Нұрланға ешкім хат жазбады. Ешкім келмеді. 12 жыл бойы сыртқы дүниеде бірде-бір жақыны қалмаған жалғыз жанға айналды. Өмір бойы өз шаңырағын тұрғызғысы келген жетім баланың қолында ештеңе қалмады. Ол 2006 жылдың көктемінде босап шықты. Жасы 46-да болса да, тірі 60-тағы шал сияқты еді. Шашы ағарған, арық, еңкіш. 5-ші жылы барақта біреулер сындырып, лагердің емханасында қисық біткен сол аяғын сылтып басады. Өйткені ол жердегі емдеу дегенін мас фельдшермен қолда бар заттан жасалған гипс қана. Балқашқа оралды. Пәтері баяғыда жоқ. Мәриям кетпей тұрып сатып жіберген. Оған құқығы бар еді. Өйткені пәтер соның атына жазылған болатын. Ол шеткері жерден бір кейуананың үйінен бөлме жалдап, баяғы өзі 16 жыл істеген зауытқа барды. Оны танитын цех бастығы Нұрланға ұзақ қарап тұрып, басын шайқады да: «Үшінші цехқа Серік Қазыға бар, ол сені жұмысқа орналастырады», деді. Нұрлан басын изеп кете барды. Ол Балқашта бірнеше ай тұрды, баяғы таныс көшелермен үйлердің қасынан өтетін. Қала сол баяғы қалпы, бірақ мүлдем басқа сияқты еді. Дүкендердің атаулары өзгерген, үйлер жаңарған, адамдар қартайған, кейбірі бақилық болған. Нұрлан баяғыда Мәрияммен тұрған үйдің қасынан өткенде, терезеде басқа перделер ілулі тұрғанын көрді. Айшаны апарған балабақшаның орнында қазір дәріхана тұр. Бәрі өшірілген, бәрі ауыстырылған. Оның өзі де бұл өмірден өшірілген. Ешкімге керексіз жан еді. Істен шығып қоқысқа тасталған. Бірақ өзісіз де жұмысын жалғастыра беретін механизмнің бір бөлшегі сияқты. Ол асықпай, бұрынғы таныстарымен, зауыттағы жігіттермен, көршілермен сөйлесе жүріп, өмірін талқандағандардың не болғанын анықтай бастады. Қарақшы Райымбек 1998 жылы атыс кезінде өлген. Мұсылман зиратында жерленген. Оспан 2000 жылы есірткіден көз жұмған. Оны жалдамалы пәтерден тапқан, жерлейтін ешкімі болмаған. Тергеуші Сәдуақас 2004 жылы 59 жасында жүрегі тоқтап қайтыс болған. Қалалық зиратта жерленген. Бәрі өлген. Бәрі ешқандай жазасыз өз ажалынан кеткен. Нұрлан зиратта Сәдуақастың қабірінің басында тұрып, алтын әріппен жазылған мәрмәр тасқа қарап, бұл адам бостандықта өмір сүрді, өз төсегінде жан тапсырды. Тіпті оның басындағы мәрмәр тастың өзі менің 46 жылдық өмірімнен қымбат тұрады, деп ойлады. Тек қазы Ләйла ғана қалған еді. Ол 64 жаста, зейнетке шыққан. Мұхтар Әуезов көшесіндегі кірпіш үйде тұрады. 3-ші қабаттағы жақсы пәтер, тыныш қарттық. Ұлы Дәулет 26 жаста, жалғыз перзенті. Көлік сататын орталықта менеджер болып істейді. Дәулеттің әкесі баяғыда отбасын тастап кеткен. Ләйла ұлын жалғыз өзі өсірген. Бұл ұлы, ол үшін Нұрланның қыздары қандай болса, сондай қымбат еді. Кек алу туралы шешім бірден келген жоқ. Ол бәрінің өлгенін, тек осы әйелдің қалғанын білген күннен бастап, айлар бойы іштей пісіп жетілді. Ол жұмысқа баратын, станоктың қасында тұратын, асханадан тамақ ішетін, бөлмесіне келіп, төсекке жатып, төбеге қарап жататын. Оның миында темірді тот басқандай бір ой біртіндеп беки берді. Ол Ләйлаға тиіспейді. Қартайған әйелді өлтіру кек емес, қайырымдылық болар еді. Оның отбасын, жары мен қыздарын тартып алды. Ал бұл әйелдің жалғыз, сүйікті ұлы бар. Ол тек сол үшін өмір сүреді. Ләйла кезінде оның қыздарын қалай тартып алса, ол да оның ұлын солай тартып алады. Мәңгілікке, қайтарылмайтындай, табуға, көруге, естуге мүмкіндік қалдырмайтындай етіп. 2 апта бойы ол бақылады. Әуезов көшесіндегі үйдің қасынан өтіп, көрші ауланың орындығында отырып,
бәрін жаттап алды. Дәулет жұмысқа таңғы сағат 9-да кетеді. Кешкі сағат 7-лерде оралады. Автобус аялдамасынан түсіп, аула арқылы 100 метр асфальт жолмен, балалар алаңы мен қоқыс жәшіктерінің қасынан өтіп, 3-ші кіреберіске барады. Ауланың екі жағынан да шығатын жолы бар. 1-ші кіреберістің қасында ғана шам жанып тұр. 3-шісінің алды тас қараңғы. Қазан айында сағат 6-да қараңғы түседі. 7-де айнала тас түнек болады. Кешкісін аулада адам болмайды. Күн суық, ылғал, бәрі үйлерінде отырады. Үйден 2 орам жердегі құрылыс алаңынан Нұрлан ұзындығы жарты метрдей, қырлы, ауыр темір арматура тауып алды. Оны бөлмесіне әкеліп, шүберекке орап, кереуетінің астына тығып қойды. Шешім қабылдаған күннің алдында оны шығарып, қолына ұстап көрді де, қайта орнына қойды. Сол кеште ол ұзақ уақыт көзіле алмады. Төсекте аунап, қалжырап жатып, ісінің дұрыс-бұрыстығын емес, тек сот залында темір тордың арғы жағынан телмірген Айшаның жанарын ойлады. Қызы әкесінің неге ол жерде тұрғанын түсінбеген еді. 20 қазанның кеші. Суық жаңбыр сіргіреп, айналаны тас түнек басқан. 1-ші кіреберістің алдындағы жалғыз шамның жарығынан сулы асфальт жылтырап көрінеді. Нұрлан 3-ші кіреберістің қасындағы қоқыс жәшіктерінің тасасында қараңғы көлеңкеге айналып үнсіз тұрды. Үстіндегі қара күртешесі оны түнмен тұтастырып жібергендей. Қолындағы темір бөренені санын ағысып сәтті күтті. Сағат 7-ден 10 минут кеткенде үйдің бұрышынан біреудің сұлбасы көрінді. Бойы ұзын, рюкзак асынған жігіт жаңбырдан қорғанып, басын төмен салып жылдам келеді. Дәулет кіреберіске жақындап тоқтады да, қалтасынан кілтін шығара бастады. Сол сәтте Нұрлан тасадан шықты. Небәрі 2 адым. Дәулет дыбысты естіп, жалт бұрыла бергенде, Нұрлан басынан темірмен пиріп қалды. Қатты әрі дәл соққы. Дәулет жерге құлады. Кілттері асфальтқа соғылып, шыңғырған дыбыс шықты. Нұрлан тоқтамады. Тағы 1, тағы 2, тағы 3. Әрбір соққы оның ішінде 12 жыл бойы жиналған ешқандай сөзбен айтып жеткізгісіз, тек осылай ғана сыртқа шығатын ыза мен мұңды мокрый асфальтқа батырып жатқандай еді. Сосын барып тоқтады. Дәулет кіреберіс есігінің алдында етпетінен жатыр. Жаңбыр тамшылары оның күртешесіне және басынан аққан қан аралас шалшыққа тырсылдап түсіп жатыр. Қараңғы асфальттағы қара қою қан. Нұрлан саусақтарын жазды. Темір бөрене бетонға соғылып, дың еткен дыбыспен мәйіттің қасына түсті. Ол артына қарамастан аула арқылы көрші көшеге шығып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Жаңбыр, түн, бірде-бір тірі жан жоқ. Кіреберістен ауланың шетіне дейін небәрі 30 секундтық жол еді. Мәйітті 20 минуттан соң тапты. 1-ші қабатта тұратын әйел қоқыс тастауға шығып, көріп қалып, айқайға басқан. Жедел жәрдем 15 минуттан соң жетті. Дәулет сол жерде тіл тартпай кеткен еді. Тергеу ісі өте қатал жүрді. Зейнеттегі қазының жалғыз ұлы болғандықтан жоғары жақтан қысым қатты болды. Тұрмыстық жанжал, берешек, таныстар бәрін тексерді. 1 аптадан соң Нұрланның ізіне түсті. Жарты жыл бұрын босаған, 12 жыл отырған, оның үстіне үкімді Ләйла кескен. Кек алуға себеп жеткілікті. Оны тергеуге шақырды. Нұрлан келді. Осыдан 12 жыл бұрын өзін куәгерден айыпталушыға айналдырған сол ғимаратқа кірді. Орындыққа жайғасып, тергеушінің көзіне тік қарап, барлық сұрақтарға сабырмен жауап берді. Я Ләйланы танимын. Я оның үкімімен абақтыда болдым. Бірақ ұлына қатысым жоқ. Сол кеште үйімде, бөлмемде жалғыз болдым, деді. Оның сөзін растайтын дәйектеме де жоқ еді. Бірақ оған қарсы айғақты табылмады.
куәгерлер болған жоқ. Жаңбырдан су болған темірде саусақ іздері қалмаған. Аулада бейнебақылау камералары жоқ. Нұрланды тағы 2 рет шақырды. Ол әр жолы бір сөзді, бірдей дауыспен, бір қалыпты жүзбен қайталай берді. Оның бәрін түсініп тұрған жас әрі пысық тергеуші оның жанарына қарап, ештеңеден қорықпайтын адамның бос қарасын көрді. Өйткені бұл адам басынан ең қорқынышты жағдайды өткеріп қойған еді. Амалсыз босатты. Іс жабылған жоқ, бірақ ашылмаған күйі қала берді. 2 аптадан соң таңертең Абай даңғылындағы азық-түлік дүкенінде кезекте тұрған 5-6 адамның арасында Нұрлан да бар еді. Қолында бір бөлке нан мен бір қорап сүт. Оның алдында қара орамал тартқан, еңкіш тартып, қайғыдан бет-әлпеті суып кеткен бір кейуан атырды. Бұл Ләйла еді. Ол ақшасын төлеп сөмкесін алды да, артына бұрыла бергенде екеуінің көзқарасы түйісті. Әйел оны таныды. Оның жүзі қалай өзгергенін Нұрлан анық көрді. Алдымен түсінбестік, сосын тану. Содан кейін барып танудан да тереңірек, қараңғы бір сезім. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Нұрлан бүкіл өміріндегідей сабырлы, бәсең дауыспен былай деді. Ләйла, қайғыңызға ортақпын. Ұлыңыздың жағдайы өте әділетсіз болды. Күнәсіз жандардың азап шеккені қандай өкінішті, я? Ләйла оған қарап тұрып қалды. Оның жанарында бәрін түсінген сұмдық бір сезім бар еді. Ол біледі, Нұрлан да оның білетінін біледі. Бірақ екеуі де мұны дәлелдеу мүмкін емес екенін, және әйел бұл шындықпен өмірінің соңына дейін, әр сағат, әр минут сайын өртеніп өтетінін ұқты. Дәл Нұрлан өзіне кесілген үкіммен 12 жыл қалай өмір сүрсе, бұл әйелде солай өтеді. Бұл Алланың әділдігі еді. Ләйла бұрылып дүкеннен шығып кетті. Сөреде азық-түлік толы сөмкесі қалып қойды. Оның артынан есік жабылды. Нұрлан кассаға наны мен сүтін жақындатты. Ол Балқаш қаласында өмір сүрін жалғастырды. Зауытта жұмыс істеді, сол баяғы бөлмесін жалдап тұрды. Ешкіммен жақын араласпады. Ешкіммен өткен өмірі туралы сөйлеспеді. Өткен шақта онымен тілдеспеді. Өткен өмір тек үнсіздік еді. Киімің астынан көрінбейтін, бірақ күн сайын сыздап ауыратын сол аяғындағы ақсақтық пен желкесіндегі тыртық сияқты. Ол Мәрия мен қыздарын таныстар арқылы, мекенжай бюросы мен тәртіп сақшылар арқылы іздеді. Нәтиже болмады. Олар бір жерде өмір сүріп жатты. Қыздары Айша мен Райхан қазір 23 және 21 жасқа толған болар. Мүмкін олар басқа біреудің тегін алған шығар. Мүмкін олардың өз отбасылары, өз балалары, өз өмірі бар болар. Ал ол өмірде өздері танымайтын, естерінде қалмаған әкелеріне орын жоқ еді. Нұрлан 2010 жылы 50 жасында жүрек ұстамазынан қайтыс болды. Түнде жалдамалы бөлмесінде жалғыз жан тапсырды. Ұйқыға кетті де қайтып оянбады. Үй иесі оны 2 күннен кейін тапты. Нұрлан таңғы асқа шықпаған соң және есі қаққанға жауап бермегеннен кейін белгілі болды. Оны Балқаш қалалық зиратына зауыттың есебіне жерледі. Шебер бүкіл жұмысшылардан ақша жинады. Жаназасына 3 адам келді. Шебер және өндірістен 2 жігіт. Қабірінің басында есімі мен туған өлген жылы жазылған темір тақтайша тұр. Суреті жоқ. Өйткені Нұрланның бірде-бір суреті табылмады. Не үйде, не зауытта, не біреудің фотоальбомында. Ол бұл дүниеде ешқашан болмағандай. Құрметті көрермендер, осы хикая туралы 1-2 ауыз сөз айтқым келеді. Бұл өте көркем, бірақ өкінішке орай әділетсіз хикая. Ол адамдардың ақша үшін, билік үшін не нәрсеге болсын баратынын көрсетеді. Меніңше бұл өте өкінішті жағдай. Біздің әлеміміз бұдан да мейірімді болу керек деп есептеймін. Көпшілігіңіз осы бейнебаяннан өздеріңізге қажетті сабақ аласыздар деп үміттенемін.
Әркімнің түйер ойы әртүрлі болар. Дегенмен, осы дүние сәл де болса ізгілікке толады деп сенемін. Мұндай туындылар адамдарды осындай ауыр жағдайлардан сақтандыруға көмектеседі деп ойлаймын. Аман болыңыздар.